Бұл оқиға сонау 42-ші жылы болған еді. Біздің ауылдың шетінде тұратын Зеренім үйінде Ленинградтан қашып келген бір отбасы паналап жатқан болатын. Оқиға былай басталды ғой. 41-ші жылдың қысы, желтоқсанның қақаған аязы тұрған кез. Ауыл советінің бастығы Зерені шақырып алып, айналайын Зере, мына жесір қалған келіншекті екі ұлымен үйіңе кіргізсең қайтеді? Барар жер, басар тауы жоқ бейбақтар ғой деп қолқа салды. Құрметті көрермендер, арнамыз үшін оңай емес кезең туып тұр. Белсенділік төмендеп кетті. Сіздердің көмектеріңізсіз біз алып шыға алмаймыз. Баршаңыздан өтінерім, автордың еңбегін бағалап лайк басып, кез келген пікір қалдырсаңыздар екен. Бұл біздің еңбегімізге деген ең үлкен алғыс, және арнаны сақтап қалудың жалғыз жолы. Қолдауларыңызға алдын ала рахмет. Балалардың аты Сәкен мен Әли екен. Зере қарсы болған жоқ. Өзде, күйеуі Мұқан да бала десе шығарға жаны бөлек жандар еді. Өздерінің бас құрағандарына да көп бола қоймаған. 40-шы жылдың қазан айында ғана үйленген жастар ғой. Мұқан ауыл мектебінде мұғалім, ал Зере болса сиыр фермасында сауыншы болып істейтін. Әке-шешесі салып берген үйлерде жап-жаңа, іші кең, жып-жылы. Қаладан немістің қоршауынан әрең қашып шыққан бейшара әйел мен екі балаға пана болуға жарап ақыштыр. Зере байғұс, Ләйләнің жылағанын көргенде, бастысы, балаларың аман ғой қарағым. Одан асқан байлық бар ма деп жұбататын. Ал Ләйлә болса, қаланың қызы емес пе? Бұрынғы театр мен кітапханаға барған күндерін еске алып, егіліп жылайтын. Ауылдың қара жұмысы, тезек теріп, от жағу оған оңай тимеді әрине. Бірақ Зеренің сөзінің жаны бар еді. Бастысы, балалар тірі. Ләйлә түнде жастығын құшақтап, майданға кетіп, шілде айында қара қағазы келген күйеуі Нұржанды жоқтап, үнсіз жылайтын. Ал таңертең көз жасын сүртіп, білек сыбанып, Зереге көмектесуге кірісетін. Сөйтіп, бір шаңырақтың астында бірнеше ай тұрды. Әйелдер жағы үй шаруасымен айналысса, Мұқан мектепте сабақ беріп, бос уақытында Сәкен мен кішкентай Әлиді оқытатын. Сәкен 1-ші сыныпқа барды, ал Әли 5 жаста болса да ағасынан қалмай, әріптерді лезде қағып алатын зерек болып шықты. Кейде Мұқан мен Зере оңаша қалғысы келіп, ауыл сыртындағы қайыңды тоғайға баратын. Сол жер екеуінің сүйікті орны еді. Зере ол жерде соғыстың бар тауқыметін ұмытып, өзін жаңа түскен келіншектей емес, әлі оң жақта отырған қыздай сезінетін. Шіркін-ай, жастық шақай десеңші. Бірақ 42-ші жылдың қыркүйегінде ел қорыққан жағдай болды. Ауылдың ойдым-қыл жолмен гүрілдеп, немістің танкілері кіріп келді. Танкілердегі өрмекшіге ұқсаған свастиканы көргенде, жұрттың жүрегі тас төбесіне шықты. Тек ештеңенің байыбына бармайтын балалар ғана аналарының қолынан жұлқынып, кемір машиналарды көргісі келіп жүгіретін. Немістер халықты ауыл советінің алдына жинады. Қарсы шығып, айқайлаған 7 адамды сол жерде көрптің көзінше атып тастады. Сосын неміс командирі шығып, егер бізге жұмыс істесеңдер тиіспейміз, аман қаласыңдар, деп құдды бір жарылқаушыдай сөйледі. Зәресі ұшқан халықта көнетінен басқа амал қалмады. Фрицтердің бастығы көптің ішінен 6 еркекті бөліп алып қалды. Соның ішінде мұғалім Мұқан да бар еді. Қалғандарын үйлеріне қуды. Зере мен Ләйлә үйлеріне келіп, терезеден сығалап, жолға қараумен болды. Жүректері лепілдеп, Мұқанды күтті. Зере шыдай алмай, жүрегім сезет, келмейді ол. Ауылда онсыз да еркек кіндікті қалмады ғой. Сау саламат жігіттерді тірі жібермейді бұлар, деп еңірек қоя берді. Ләйлә үнсіз. Не десін? Өзінің күйеуінен айырылып, өзегі өртеніп отырғанда біреуді жұбату оңай ма? Бір кезде ауланың қақпасы тарс етті. Есіктен Мұқан кіріп келді. Зере тұра ұмтылып, күйеуінің мойнына асылды. Тірімсің? Тірі екенсің ғой, Мұқан. Айтшы, сендерді неге алып қалды? Мұқан тіс жармады. Шелектен ожаумен суды алып, қомағайлана жытты да, ожауды лақтырып жіберіп, далаға шығып кетті. Зере артынан жүгірмекші еді, бірақ Мұқан баққа қарай сініп кетті. Жә, сәл сабыр етейін, өз айтар, деп тоқтады. Сол кезде көрші үйден ащы дауыс естілді. Ойбай-ай,
деген зарлы айқай. Терезеден қараса, көрші Дүрия апа шашын жұлып жүгіріп барады. Зере атып шыққанда, қарсы алдынан фермада бірге істейтін Ғалия жолықты. Түрі сұп-сұр, көзінен жас парлақтыр. Ғалия, не болды? Дүрия апа қайда жүгірді? Ұлын түсіріп алуға кетті. Не дейді? Қайдан түсіреді? Ұлына не болыпты? Зере түк түсінбей аң-таң. Дарға асып кетіпті ғой. Витяны да, Степанды да, Дүрия апаның ұлы Ержанды да. Сосын басын шайқап. Бекер жүгірді. Немістер бәрібір шешуге рұқсат бермейді, деді күміреніп. Зеренің буыны босап кетті. Витя, Степан, Ержан. Бұлардың бәрі жаңа ғана Мұханмен бірге немістер алып қалған 6 жігіттің ішіндеді ғой. Сонда менің Мұханым. Ғалия жеркенгендей жерге бір түкірді де Зереге ожырая қарап. Ал сенің байың көнікті, сатқын, деді де үйіне қарай жылдан басып кетті. Кім көнікті? Неге көнікті? Зере не болып жатқанын енді ғана түсінгендей, аяғын сүйретіп баққа барды. Мұхан ескі түбірдің үстінде жер шұқып отыр екен. Мұхан, маған бәрін айтшы. Мен сенің әйеліммін ғой. Білуің керек қой. Мұхан басын көтеріп әйеліне қарады. Көзінде мұз қатқандай сұп-суық әрі өшпенділік бар еді. Нені білгің келеді? Деді ол қарлығын дауыспен. Байынның елін сатқанын ба? Не деп тұрсың, Мұхан-ау? Кімді сатыпсың? Жас келіншектің дауысы дірілдеп қоя берді. Мұхан жерден көзін алмай күбірлеп сөйледі. Жұрттың бәріне сатқынмын. Сен үшін де солай шығар. Білесің бе, анау Ержан, Спандияр, Біржандармен бірге неге асылып қалмадым? Себебі олар полицай болудан, неміске қызмет етуден бас тартты. Зере шегіншектеп кетті, үні дірілдеп. Сонда қалай? Сен полицай болдың ба? Менде екі-ақ жол болды, Зере. Не дарға асылу, не көну. Мен екіншісін таңдадым. Өйткені жаспын, өлгім келмеді. Мектептегі балаларды кім оқытады? Мен сені, Ләйләні, мына екі жетімекті аман алып қалу үшін көндім. Мұхан басын ұстап отырып қалды. Мен ғана емес, Ыбырай мен Ильяс та келісті. Олардың артында үш-үштен бала-шағасы бар. Кім асырайды оларды? Ал басқарманың не болғанын сұрамай-ақ қой. Обер-лейтенанттың бетіне түкірем деп. Мұхан сөзін аяқтамай, қолын бірақ сілтеді. Зере шыдай алмады. Үйге тұра жүгіріп, төсекке етпетінен құлап, өкіріп жылап жіберді. Құдай-ай, неткен сұмдық еді, деп өзегі өртенді. Көргенді, ақылды Ләйлә бәрін түсінді. Зеренің арқасынан сипап, ол біз үшін тірі қалды ғой, Зере. Бізді қорғау үшін жауға жалдануға тура келді, деп жұбатты. Иә, Ләйлә, кешір мені, кешір. Ләйлә күрсінді. Менен несіне кешірім сұрайсың, айналайын? Сенің не кінәң бар? Мұхан ел алдында сатқын болса да, отбасы үшін барды ғой бұл қадамға. Сабыр ет, түбі қайыр болар. Ләйлә сырттай сабырлы көрінгенмен, іші алай-дүлей еді. Кеше ғана кішкентай Әлиді арқалап, Сәкенге балық аулауды үйреткен мейірімді мұғалім, бүгін полицай. Енді бір шаңырақтың астында жаудың қолшоқпарымен бірге тұру керек. Содан бері ауыл адамдары Зерені жек көріп кетті. Бетіне тіке айтуға қорқады. Себебі күйеуінен сескенеді. Бірақ сыртынан лағнет айтатынын Зере сезетін. Ол бәріне көнді, тіс жармады. Тек болашақтың бұлыңғыр екенін жүрегі сезді. Тіпті туған шешесінің өзі қызының үйінен безіп кетті. Жиренгендей қақпасынан аттап баспайтын болды. Майданға кеткен күйеулерін күтіп отырған әпке сіңлілері туралы айтпай-ақ қояйық. Ал Мұханның ата-анасы бір түнде ауылдан ғайып болды. Ұлдарын иығына немістің ақ шүберегін байлап, қара форма киген күнақ керіс батасын беріп, қарғап кеткен деседі жұрт. Мұхан сол қара киімді кигелі мүлдем өзгерді. Басқа адамға айналды. Күн өтірткен сайын қатыгезденіп, көзіне қан толып бара жатқандай. Зере қайынды тоғайда серуендеген сүйікті жарын енді танымайтын еді. Одан қорқатын болды. Тіпті жек көре бастады. Мұханның қолынан алдастары қаза тапқан сайын, Зеренің де жүрегіндегі жек көрушілік үдей түсті. Уақыт сырғып,
43 жылдың ақпаны келді. Зере бірдеңенің өзгергенін байқады. Немістер мазасызданып, бір-бірімен күбірлесіп, әбігерге түсе бастады. Қашамыз деген сыбыс шықты. Мұқан да иттен бетер ызағор болып кетті. Тіпті Зереге қол көтерді. Бұрын дауыс көтермейтін адамның бұл қылығы сұмдық еді. Ең жаманы, Сәкен мен Әлиді аямайтын болды. Сәл нәрсеге боланан бермей, аш қалдырып жазалайтын. Бір күні ол үстел басында отырып, Лейлаға ожырая қарады. Қаладан әкелген жылтырақтарыңды шығар, алтын күмістеріңді. Лейла үстелдің шетін қысып ұстап, менде ештеңе жоқ, деді тістеніп. Зере шошып кетті. Лейляда әжесінен қалған алтын сырға, неке жүзігі барын білетін. Бірақ бұл бейбақтың бар байлығы сол еді ғой. Мұханның түрі жыртқышқа ұқсап кетті. Жоқ дейсің бе? Бар екенін білем. Ол Сәкенді желкесінен ұстап, өзіне тартты да, қалтасынан кездігін суырып алды. Лейла шыңғырып жібере жаздады. Мұқан, не істеп тұрсың? Есінен ауыстың ба? Зере күйеуінің қолына жармасты. Мұқан әйелін итеріп жіберді. Лейла амалсыздан орнынан тұрып, шкафтан түйіншегін алып келді де үстелге лақтырды. Мұқан алтындарды қалтасына салып жатып, Сәкенді босатты. Сосын суық үнмен: түнде кетеміз, жиналыңдар, деді Зереге қарап. Лейла көзінің жасын сүртіп, ал біз ше, біз қайда барамыз, деп сұрады. Мұқан кепкесін киіп жатып, мысқылдай жымиды. Уайымдамаңдар, сендер қаласыңдар, еш қайда барудың керегі жоқ. Ол есікті тарс жауып шығып кетті. Лейла дірілдеп, ол нені мензеді, неге олай, деді. Зеренің өңі қашып кеткен. Жүрегін бір жамандықты сезіп тұр Лейла. Бүгін таңертең Мұқан мен Ыбырайдың әңгімесін естіп қалдым. Ыбырай, бастысы өзіміздің қатындарды алып қашу керек. Қалғанда шаруам жоқ. Оларды бәрібір жұмысқа айдап әкетеді ғой, деген. Жұмысқа? Демек, тұтқынға ма, құлдыққа ма? Лейляның даусы сыбырға айналды. Зере үй ішінде әрлі-берлі жүрді де, бір шешімге келгендей тоқтады. Сәкен мен Әлиге, сосын Лейляға қарап, нық сөйледі. Кездетіп, ең керекті заттарды жинаңдар. Қалың киініңдер. Зере, не ойлағаның бар? Қашу керек, Лейля. Қазір қашпасақ кеш болады. Құдай оңда қар жауды, деді Зере, терезеге қарап көзі жайнап кетіп. Ізімізді басып қалады. Кезірек жиналыңдар, қамданыңдар. Мұқан кешке дейін келмейді. Мектепле кеткен. Уақыт тығыз. Лейла мен Зере жастықтың тысқабына қолға іліккенді апыл-ғұбыл сала бастады. Зере бір тысқапқа азық-түлік мығыздады. Бөлке нан, қазанның түбінде қалған қою ботқа, үстіне піскен картопты төбе салды. Ең бастысы, сіріңкені ұмытқан жоқ. Лейла дірілдеп, Зере, қайда барамыз? Қар қалың, балалармен омбылап қалай жүреміз? Бізді тез тауып алады ғой, деді үмітсізденіп. Зере оған бұрылып тік қарады. Сен Құдайға сенесің бе? Лейла үнсіз қалды. Сенбейтініңді білемін. Ал мен сенемін. Егер ол бар болса, бізді тастамайды. Мен жол бойы дұға оқып отырам. Сен ішіңнен қайталап отыр. Бізге 6 шақырымдай жер жүру керек. Ол жақтан бізді ешкім іздемейді. Ал Мұқан ше? Зере үндемеді. Сөреде жатқан үлкен кездікке көз түсті. Үндемеген күйі пышақты шүберекке орады да қойнына тығып алды. Лейла шошып кетті. Оны не істейсің? Өз күйеуіңді жарып тастамақсың ба? Бұл сақтық үшін, Лейла, сақтық үшін. Зере бір жапырақ қағазға туыстарына хат жазды да, үйден атылып шығып, анасы тұратын үйге қарай жүгірді. Аулада сіңлісі Ләззат кір жайып жүр екен. Әпкесін көріп түрпідей тиді. Не қып келдің? Полицай байың жіберді ме? Зере оның сөзіне мән бермеді. Қолына хатты ұстата салды. Ләззат, мынаны шешеме бер. Өзің де оқы. Түсіндіруге уақыт жоқ. Тездет, деді де артына қарамай жүгіріп кетті. Үйге келсе, Лейла мен балалар түйіншектерін құшақтап дайын отыр екен. Бәрі үйден шықты. Жан-жағына ұрлана қарап, бақшаның ішімен өтіп, өзенге қарай түсті. Балалар да жағдайдың қиын екенін ұққандай дыбыс шығармайды. Өзеннің жіңішкерген тұсындағы аспалы көпірден өтіп, Қайыңды тоғайға кіргенде ғана сәл демдерін алды. Бірақ жана жауған қарда сайрап, із қалып барады. Зере сынған бұтаны алып,
Соңдарынан ізді сыпырып жасыруға тырысты. Орманнан шыққан соң: «Тоңдыңдар ма?» деп сұрады Зере балалардан. Сәкен мен Әли бастарын шайқады. «Жарайсыңдар, аз қалды». «Сонда да айтшы, қайда барамыз?» деді Лейла шыдамай. Зере күрсініп: «Әкем марқұм аңшы еді ғой. Қоянға, қырғауылға шығатын. 30-шы жылдары осы маңнан жер астынан күрке қазған болатын. Мұханның әкесі екеуі осында қонып, талай әңгіме дүкен құратын. Қазір сол жертөлеге барамыз. Жанында өзен де, қамыс та бар. Құдай қаласа, шешем мен сіңлілерім де сол жерге келуі керек». Жертөлеге жеткенде есіктің аузын қар басып қалыпты. Әрең дегенде ашып кірді. «Әкемнің пеші бар еді. Бірақ күндіз жақпаймыз. Түтінді көріп қояды», деді Зере ескертіп. Лейла жан-жағына қарап: «Іші кең екен ғой», деді таңғалып. «Әкем алтын қолды адам еді. Бір ай бойы қазған бұны. Кейде 3 күн жоғалып кететін осында. Шешем ұрсатын, ал енем болса байымды бұзып арақ ішкізет деп жақтырмайтын». «Әкең неден қайтыс болды?» деп сұрады Лейла ақырын. 40-шы жылдың соңында. Мұз ойылып суға кетті. Тәжірибелі аңшы еді, бірақ ажал айтып келмейді ғой. «Кешір, ештеңе етпейді. Есесіне бізге мынадай пана қалдырып кетті. Көрдің бе?» Бұрышта дымқылданып қалған сіріңке мен бір уыс тұз жатыр екен. Құрттап кеткен тар да табылды. «Тұз керек болады. Мұнда қанша жататынымыз белгісіз». «Ал Мұхан ше? Осы жерді біліп қойып келсе ше?» Лейланың үрейі басылмады. «Жақсылыққа жорықшы», деді Зере. Бірақ өзінің де жүрегі дірілдеп тұреді. Іштей, Мұхан ескі жерді ұмытып кетсе екен деп тіледі. Бір кезде сырттан дауыстар естілді. Лейла шыңқ етіп, балаларды құшақтап бұрышқа тығылды. Зере жалма-жан қойнындағы кездікті суырып алып, есікке қарай ұмтылды. Есік ашылды. Кіріп келген Мұхан емес. Бұл шешесі, сіңлілері Ләззат пен Тұрсын және олардың бала-шағасы еді. Ләззаттың ұлы Мұрат, Тұрсынның кішкентайлары Маржан мен Серік те ілесіпті. Зере кездікті түсіріп терең дем алды. «Апа, Ләззат, Тұрсын, келдіңдер ме?» Шешесі ентігін басып, қызына суық қарады. «Амансың ба? Қарабет полицай күйеуімнен қашып құтылдың ба ақыры? Бізді де сатпай екен деп қорықпадың ба?» Зеренің көзінен жас парлап бая берді. «Ол маған енді күйеу емес, апа. Мен сүйген Мұхан өрген. Бұл басқа адам». Ләззат қабағын түйіп: «Ескерткеніңе рахмет. Бірақ басқалар ше? Ауылдағы басқа ел не болады?» «Білмеймін», деді Зере сыбырлап. «Бәрін құтқаруға күшім жетпейді ғой. Тіпті осы жерге Мұханның келіп қалмасына кепілдік бере алмаймын. Бірақ басқа амал жоқ. Жаз болса қамысқа кіріп кетер едік. Қыста пана болатын жалғыз жер осы». Сонымен жертөледе 3 күн өтті. Сүйектен өтетін суық, аштық. Әйелдер жағы қолда бар нанның қиқымын балалардың аузына тосып, өздерін нәрсізбай отырды. Пешті тек түнде ғана жағады. Оның өзінде отын дымқыл, дұрыс жанбайды. Түтіні қолқаны қабады. Бірақ жаман айтпай жақсы жоқ деген, осы 3 күннің ішінде Зере туыстарымен тіл табысты. Шешесі мен сіңлілері Зеренің сатқын емес екенін, оның да күйеуінен зәбір көрген бейбақ екенін түсініп, бауырларына басты. Бір кезде Ләззат Зеренің жанына отырып: «Енді не істейміз, Зере? Осылай отыра береміз бе?» деді мұңайып. Зере басын шайқады. «Білмеймін, Ләззат. Тек балалар аман қалса екен деймін. Ал қалғанын бір Құдай біледі». Кенет Ләззат жан-жағына қарап: «Мұрат қайда? Әлгінде ғана осында еді ғой», деп шошып кетті. «Отын теруге кеткен шығар. Кешікті ғой тым». Ләззат атып тұрып, далаға жүгіріп шықты. Жан-жағына қарады. Бала жоқ. Орман ішін шарлап: «Мұрат! Мұрат!» деп айқайлады. Жүрегі тас төбесіне шығайын деді. Бір кезде жер астынан шыққандай, Мұрат анасының жанынан пайда бола кетті. Көзі жайнап тұр. Ләззат ұвын бас салды. «Қайда жүрсің қаңғырып?» деп ақырды. «Ауылға барып келдім», дей беріп еді, анасы құлағынан бұрап алды. «А, ойбай апа, ауырады ғой».
Сен есіңнен ауыстың ба? Өлгің келе ме? Мұрат құлағын уқалап тұрып, мақтанышпен сөйледі. Апа, мен барлауға бардым ғой. Фрицтер жоқ, қашып кетіпті. Біздікілер жүр, қызыл әскер келді. Ләззат сенер сенбесін білмей қалды. Рас па? Өтірік айтсаң, оңдырмаймын. Рас айтам, апа. Ал сіз менің құлағымды жұлдыңыз, деп бала бұртиып қалды. Жұлам, обал жоқ саған. Немістер болғанда дарға асылып бізді де ұстап берер едің. Жүр, кеттік сүйінші сұрайық. Көп ұзамай, бұлар түйіншектерін арқалап, балаларын жетектеп, ауылға қарай бет алды. Қорқыныш артта қалды десе де, көңілдері алаң. Ауылға кіргенде көргендері қуантпады. Ауыл босап қалыпты. Немістер қашқанда жас қыз-келіншектердің көбін айдап әкетіпті. Ал полицай болған Ыбырай, Ильяс, Мұхандар мүлдем көрінбейді. Зым-зия жоқ. Зеренің шешесі Рабиға апа: «Ех Құдай, сол иттің балаларын біздікілер ұстап, қамат тастаса екен», деп бетін сипады. Кеш батты. Балалардың қарнын тойғызып ұйықтатты. Ләззат пен Тұрсын шешелері өз үйлеріне тарасты. Зере мен Ләйлә оңаша қалды. Зере терезедегі қырауға қарап тұрып, ақырын тіл қатты. Ләйлә, ертең мені ұстайды, ауыл советіне шақырады. Ләйлә селгете қалды. Күйеуім үшін жауап беремін. Қашып пысып жүрмеймін, тағдырыма көнем. Ал сен осында тұра бер. Менің көйлектерімді, киімдерімді ал. Маған лагерде оның керегі болмас. Ләйлә жылап жіберді де, Зеренің аяғына жығылды. Не деп тұрсың, Зере? Мен сенімен бірге барам. Бәрін айтып берем. Сенің кінәң жоқ екенін, бізді құтқарғаныңды, Мұханға қарсы болғанымды айтам. Зере мұңлы жымиды. Аңғалсың-ау, Ләйлә. Кім сені тыңдайды дейсің? Жарайды, жақсылыққа жорайық. Мен барып отын алып келейін. Үйді жылтып бір жуынып алайықшы. Бар жамандықты сумен ағызып тастайық. Мен барайын. Жоқ, өзім. Зере қораға кірді. Қараңғы. Бұрыштағы отынды құшақтап жатқанда, кенеттен сыбырлаған дауыс естілді. Зере! Зере қорыққаннан қолындағы ағаштарын түсіріп алды. Тарс-тұрс еткен дыбыс түн тыныштығын бұзды. Бұл Мұхан еді. Қораның ескі жертөлесінде тығылып жатқан жерінен басын шығарды. Зере дірілдеп, жертөленің қақпағын ашты. Мұхан баспалдақпен жоғары өрмелеп шықты. Түрі адам шошырлық, жүдеген, көзі шүмірейген. Жан жағына ұрлана қарап, «Жалғызсың ба?» деді ентігіп. Зере басын іскеді, тілі байланып қалғандай. «Неғып жүрсің мұнда?» Мұхан жерге отыра кетті. «Тығылып жүрмін. Басында немістерден, енді өзіміздікілерден. Сендер қашып кеттіңдер ғой». Зере үндемеді. Сол түні менің артымнан аңшылар түсті. Өйткені мен тізім бойынша тағы 3 әйелді, Ләйләні, Тұрсын мен Ләззатты, және балаларын немістерге тапсыруым керек болған. Тек сені және шешемді ғана жүрегі ауырады, Германияға жетпей өледі деп тізімнен алып қалғанмын. Мұхан әйелінің көзіне тура қарады. Мен сендерді үйден таппай қалғанда, сенің бәрін түсініп, оларды алып қашқаныңды білдім. Сөйтіп, немістерге қашып кетіпті деп өтірік айттым. Егер мен сол түні жасақпен бірге сендерді іздеуге шықсам, ұстап берер едім. Сондықтан іздемедім. Өзім осында тығылдым. Біздікілер келгенде де тірбетпедім. Үйге, қораға кіріп қарады. Бірақ мені байқамады. Зере, нәр тартатын ештеңе бар ма? Аштан өлетін болдым. Бір тәулік нәр сызбадым ғой, деді Мұхан әлсіз дауыспен. Зеренің жүзі тастай қашты қалды. Бар. Ләйлә екеуміз ботқа пісіргенбіз. Әрі өт. Мұхан қуанып кетіп, еске қарай бұрыла бергенде, Зере сөреде тұрған шаң басқан ауыр бөтелкені алды да, бар күшімен күйеуінің басынан періп жіберді. Тарс еткен дыбыспен Мұханның ыңырсыған даусы қатар шықты. Ол есеңгіреп, құлап түсті. Зере кідірген жоқ. Керегеде ілулі тұрған арқанды жұлып алып, күйеуінің қол аяғын байлай бастады. Байлап жатыр. Ал өзі еңіреп жылап жатыр. Ішінде ит пен мысық алысқандай күй. Бір кездері жанындай жақсы көрген, құшағына сыйып кететін Мұханы. Енді міне, аяқ астында жатқан жау. Қаншама жанның обалына қалған, талай бейкүнә адамды атқан жендет.
Зере үйге жүгіріп кіріп, Лейлаға айғай салды. Лейла, тез жүгір, ауыл советіне бар. Қызыл әскерлерді шақыр, полицай ұсталды де. Лейла кеткен соң, Мұхан есін жиды. Зере, бұл не істегенің? Босат мені. Екеуміз бақытты едік қой. Есінде ме? Деп жалына бастады. Зере құлағын екі қолмен басып алып, бұрышқа тығылды. Естігім келмейді. Үнім өссін. Сен менің Мұханым емессің. Ол әскерлер келгенше құлағын ашпады. Есіктен екі солдат пен бір капитан кірді. Капитан Зереге сынай қарап: сонымен күйеуіңнен бас тартасың ба? Зере басын изеді. Бас тартам. Баяғыда бас тартқам. Онда неге бірге тұрдың? Деп түйілді капитан. Полицайдың қатыны болып жүре бердің ғой. Зеренің даусы дірілдеп. Амал жоқтан. Балалар үшін қорықтым. Егер оны өлтірсем, немесе сатып кетсем, мені де, жетімдерді де аямас еді. Мен анамын ғой. Енді мені не күтіп тұр? Деп сұрады ол үмітсіз үнмен. Капитан үнсіз қалды. Зеренің көзіндегі мұңды, шарасыздықты көрді ме, әлде аяды ма? Үйімізге барыңыз, қарындас. Азаматтық борышыңызды адал атқарғаныңызға рахмет. Зере есіктен шыға сала, өксігін баса алмай жүгіріп кетті. Капитан оның көз жасын көрмесін деді. Үйге келген соң, Зере қорадағы жертөлеге түсті. Мұханның жатқан жерін ақтарып, бір түйіншекті тапты. Ішін ашса, Лейланың алтын алқасы мен неке жүзігі. Зере бәрін түсінді. Сұмдығай. Мұхан сол түні қашып кетпекші болған ғой. Мына алтындарды сатып, қара басын құтқармақ болған. Тек ол Зеренің өзін емес, Лейла мен балаларды таңдайтынын білмеді. 1944 жылдың көктемі. Зерені ешкім қамаған жоқ. Басында 2 айдай тергеуге шақырып тұрды да, кейін тынышталды. Ал Мұханға ең ауыр үкім ату жазасы берілді. Зере бостандықта болса да, ауыл іші оған тар еді. Жұрттың көзқарасы суық, сыбыс сөздер. Сатқынның қатыны деген жаман ат көлеңкедей еріп жүрді. Бір күні Лейла қуанып келді. Біз Ленинградқа қайтамыз. Қаланы азат етіпті. Қайтадан құрылыс басталыпты. Зере мұңайып қалды. Кеткің келе ме? Иә, Зере, мұнда мен бөтенмін, паналаушымын. Ал онда үйім құламаса 2 бөлмелі пәтерім бар. Жұмысыма кірсем, тігін тігем. Сосын Зереге қарап: сен менімен жүрсейші, сені мұнда не ұстап тұр? Колхоз, деп күлді Зере, ащы жымиып. Бізді кім жібереді дейсің? Төлқұжатта жоқ қолымызда. Оны мен шешем, деді Лейла сенімді түрде. Арада бірнеше күн өтті. Зере, Лейла, Сәкен мен Әли төртеуі вокзалға қарай жол тартты. Зере таңғалумен болды. Басқарманы қалай көндірдің? Ол оңайлықпен ешкімге рұқсат қағаз бермейтін еді ғой. Жай сөйлестім, Ленинградқа жұмыс күші керек дедім, деп жауаптан жалтарды Лейла. Зере бұған сенбесе де үндемеді. Пойыздың дүрсілі. Терезеден қазақтың кең даласы артта қалып барады. Лейла: Зере, перделей тұршы, киім ауыстырып алайын деді. Зере қолына ақ жайман ұстап, құрбысын тасалады. Лейла көйлегінің түймесін ағытқанда, Зеренің көзі бір нәрсеге түсті. Лейла: мойнымдағы алқан қайда? Қолымдағы жүзік ше? Сен оларды ешқашан шешпейтін едің ғой. Лейла көйлегін кие салып күмілжіді. Жоғалтып алдым. Зере жайманы түсіріп құрбысының көзіне тура қарады. Екеуін бірдей жоғалту мүмкін емес, шыныңды айт. Лейла терең күрсініп орындыққа отырды. Басқармаға бердім, сен үшін, сені жіберу үшін. Не дейді? Зере өз құлағына өзі сенбеді. Лейляу, есінен ауыстың ба? Ол әжеңнен, күйеуімнен қалған жалғыз естелік еді ғой. Лейла жылы жымиып, Зеренің қолын қысты. Естелік деген жүректе сақталады, Зере. Ал анау жай ғана жылтырақ темір. Есесіне сен жанымдасың, тірісің, азатсың. Қалғаны маңызды емес. Ал, жатайық, ұйқым келді. Бүгін әбден шаршадым-ау, деп Лейла ескі орындыққа отыра кетті. Иә, Ленинград оларды құшақ жая қарсы алған жоқ. Лейляның үйінің күл талқан шығып, орны ғана қалыпты. Амал жоқ. Коммуналкадан 2 бөлме тиіп, соны паналады. Алғашқы жылдары 2 құрбы құрылыста істеді. Қаланы қалпына келтіру оңай ма?
бел жазбай еңбек етті. Сәкен мен Әли мектепке барды. 47 жылы Зере нан зауытына жұмысқа тұрды. Ал Ләйлә өзінің сүйікті ісі ательеге, тігіншілікке оралды. Зере нан зауытында жүріп тапқан айлығының әр тиынын санап, жырындап жинай берді. Өзі жемесе де сандықтың түбіне жасыра берді. Не үшін дейсіз ғой? 1948 жылы Ләйлә тұрмысқа шығатын болды. Күйеуі Майданнан келген Сабыр деген жігіт. Той болатын күні Зере Ләйләні оңаша шақырып алып, алақанына кішкентай түйіншекті салды. Ләйлә ашып қараса, кішкентай тасы бар алтын жізікпен алқа. Ләйләнің көзі шарасынан шығып кете жаздады. Зере, бұл не? Мен мұны ала алмаймын. Бұл сенің маңдай терің ғой. Зере құрбысының қолын қысып, көзіне жас алды. Ал, Ләйлә, ал. Есінде ме пойызда? Сен менің бостандығым үшін әжеңнен қалған көздің қарашығындай мүлкімді беріп едің ғой. Бұл әрине сенің жоғалтқаныңдай қымбат емес шығар. Бірақ менің саған деген алғысым. Бұл тойға сыйлығым. Ләйлә қарсыласса да Зере қоймады. Ақыры екі достың құшақтасып жылағанына куә болдық. Бұл қарыз емес. Бұл жүрек қалау еді. Ал жарты жылдан соң Зеренің өзі де бақытын тапты. Цехта бірге істейтін Асқар есімді наубайшы жігітпен бас қосты. Зере Асқарға 2 ұл туып берді. Олар бөлек тұрса да, өле-өлгенше бір-бірінен қол үзбеді. Қуанышта да, қайғыда да бірге болды. Араларынан қыл өтпейтін достық деген осы шығар. Ажал келіп айырғанша, Зере мен Ләйлә бір-біріне туған әпке сіңілдей болып өтті.